Сәлем достар, сіздермен тағы да мен Арайлым. Бүгін сіздермен үй жағдайында кириешкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі нандарыңыз міндетті түрде қаттылау, нығыздалған нан болғаны дұрыс. Егер жұмсақ, булочка сияқты нандар болса, онда кириешки жақсы шықпайды. Сол үшін осылай немесе қара нанды қолдансаңыздар, жақсы кириешки шығады. Ең алдымен осылай кесіп аламыз. Мен біріншіден ұзыннан кестім. Барлығын дәл осылай ұзыннан кесіп шығамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, немесе төсемесеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 160 градуста 5 минуттай кептіріп аламыз. Енді оға дейін біз ішіндегі қосатын дәмдеуішін дайындаймыз. Бұл дәмдеуіштер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Ең алдымен сұйық майды құямыз. Сұйық майдың болуы міндетті. Одан соң өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосасыздар. Менде бұл жерде шашлыққа арналған дәмдеуіш. Осылай табамыздың барлық жеріне бір тегіс етіп жайып шығамыз. 5 минуттай уақыт өтіп шықты. Біздің нандарымыз шамалы болсын кепті. Енді осы табамыздың ішіне салып, ыдысымыздың ішіне салып, бетін жауып, жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді табамызға салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Барлығы бір тегіс болуы міндетті. Сол кезде барлық кириешкилар, яғни нандарымыз жақсы піседі. Қызып тұрған пеште 150 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Видеоның басында айтып шықтым, осындай жұмсақ нандардан кириешки жақсы шықпайды деп. Сол үшін сіздер де бұны ескергендеріңіз жөн. Сондықтан біз тек қана осындай қара наннан, яғни қара булкадан жасайтын боламыз. Екінші түрі менде ащылау түрін дайындадым, яғни паприка, перец, тұз және де сұйық май. Нандарды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кесесіздер. Мен бұл жолы осылай 4 бұрышты етіп кесіп шықтым. Нандарымызды табаға салып, қызып тұрған пеште 160 градуста 5 минуттай кептіріп аламыз. Енді біз оға дейін ішіндегі дәмдеуішін дайындаймыз. Ең алдымен сұйық майға қызыл бұрышымызды саламыз. Олардың барлығы өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Және де оның үстіне бір ас қасық паприкамызды, кейін кішкене ғана жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап осылай ергенше араластырып аламыз. Одан соң біздің табамыздың ішіне барлық жеріне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Біздің нанымыз дайын болды. Ішіне салып, бетін жауып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Тағы да табамызға бір тегіс етіп жаямыз. Барлығын бір тегіс етіп жайғандарыңыз жақсы. Сол кезде барлық кириешкилар бірден әдемі болып піседі. Қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Біздің үй жағдайында кириешкиларымыз. Қараңыздар, өте керемет болып шығады. Ең бастысы қорықпай балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Мінекей достар, сіздерге үй жағдайында кириешкидің жасалу жолын көрсеттім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.